Так, ой, бәріне салам достар. В общем, бүгін видеоның атында көргендеріңіздей қазақша YouTube пен трэшердің шыққанын көреміз. Ал онда біз видеомызға кеттік. Сіздер лайк басып, коммент жазып, каналға жазыла отырыңыздар. Бірінші раунд. Яғни трэшерді көріп отырсыздар. Бұл тұр. Енді қазақша қайда екенін бұл әлі білмейді. О, көрді қазақшаны. Қазақша ана үйден келіп ағаштың артына тұрайын деп еді. Жоқ, былай тастың артына келіп алайын деген сияқты. Енді мен дулыш салып алыпты, мына глушительді алып сапты. Енді глушитель не керек? Екі адам болғанда бір-бірін көріп тұрышы. Қазір көреміз. Қазақшада болған атқылауда. Так, қандай болады екен, қайсы тұтады екен көрейік. Қазірше екеуі де жүзімдер толық деуге болады. Әлі қырғын атыққа әлі келмеді. Қазақша стенаны білетті атық қойды енді. Міне трэшер зонаға кіріп алды, осы кезде байланып, қазақшада зонаға кіріп алды. Енді осы үйдің ішінде атысатын болады. Енді көреміз қайсы тұтады екен. Маған өте қызық отыр. Комментарияға тезірек түсіңіздер де жаза кетіңіздер қайсы тұтады екен. Қазір трэшер дровашын қолына алып тұр. Так, мына трэшердің қолындағы скин мош скин, маған өте ұнайды. Скорострельность 1, ешқандай минус жоқ. АК дракон. В общем, топ скиндарды тағады ғой бұл. Рюкзагы да мош, катанасы да мош. Пропусктікі катанасы. Заказ еткен. Ой, бұл. Так, трэшер. Зона бітті, енді мынау соңғы зона. Не істейді екен енді? Қазақшада жақында келе жатыр барынша. Міне қазақшаны көріп отырсыздар. Міне қазақшаны айырып сатты трэшер. Қазақшаны айыра салды. Енді қазақша бір оға темп 40-пен бір оға емес енді. Есеп 1-0. Міне екінші раундқа да келіп жеттік. Екінші раундта да өздері жеке қалды. Енді көреміз. Трэшер ешқандай килл жасамапты. Әне қазақшаны бұл трэшер көріп тұр. Тура бағанағы оружиялар. Енді катана емес, пистолеттен де басқа. Бірақ та олар оружиеға жатпайды енді. Пистолет ол оружие емес. Адам емес деп қойсаң, оружие емес, адам емес. Так. В общем, трэшерде 7 стена. Бір граната бар екен. Гранатасын лақтырды. Бір-біріне барынша жақында батысуға келе жатыр. Осы раундта міне қазақша трэшерді айырып салды. Көріп отырғандарыңыздай міне қазақша. Аптечка шуде. Есеп 1-1. Үшінші раунд. Үшінші раундта сәл қазақша деген трэшердің жүз құпысын алып тастады енді. Осы шешуші раунд енді. Осы раундта абай болу керек. Екеуі де тең енді. Қайсы тұтса осы раунд бәрін шешетін раунд деуге болады. Қазір трэшер Граза мен М14 алып апты. Не істейтін көреміз қазір қайсы тұтады екен. Мүмкін трэшер тұтады, мүмкін қазақша YouTube тұтады. Қазір трэшерде екі ағыстына жақындайын десе, стенасы құртып алам ба дейді. Ай, бөй, неше түнде дедің граната. Алты аптечка. Бұған енді көп ұтса, себебі София ғой бұл. Так, мына кезде әлі алып шықпаған кез ғой, білесіздер. Трэшер Максиммен жүрген. Енді ол кезде Максиммен жүрген көп, бірақ АДС Мигельмен жүрген. Мигель деп мықты персонаж. Бұл кезде мен де Мигельмен жүрген. Қазір алып шықты, алыппен жүрген мен де. Так. Стена қойды, жақында дейін стенасы бітті трэшердің. Қазір көресіздер. Міне осы кезде қараңыздар.
трешерде бир атса өлүшөт. 2 атса М40-пен. Енді қазір көресіздер не болатынын. Қараңыздар, осындай трешер отлайн жек қалды. Басына шаптады. Шлемін қараңыздар. Вообще денесінен атпады, бірақ та қазақша отылып қалды. Осымен бізде трешерді сау болыңыз.